Өткенде білім алушыға лайықты болған сипаттардың бірі ол табандылық деген болатынбыз, және алдыға үлкен мақсат қою. Себебі ұстаздар айтқандай, мақсаты анық болған адамның әрекеті жақсы болады дейді. Ал енді мақсат анық болмаған адам, бұйырғанын көреміз деп жүрген адамның әрекеті де шамалы болатын баршамызға белгілі. Сондықтан алға қойған мақсат жоғары болу керек. Енді өздеріңіз білесіздер, естігенде боларсыздар, мынау әскери адамдардың да айтатын сөзі бар. Генерал болуды аңса, армандамаған солдат емес деген сияқты өздерінің сөздері бар екен. Сондықтан да білім алуға ниет қылған адам бұл жерде енді мақсат деген кезде міндетті түрде жаңағындай 10 бәленбай жылын білімге арнап шыққан адамдар жайында айтылып жатқан жоқ. Бәлки аз ғана нәрсе болса да алсам екен деген адамның өзінің алдына қойған мақсатының қандай болу керектігін айтады. Себебі енді барлығының бірдей жағдайы келе бермейді. Көптеген жылдарын оқуға арнауға, шетелге баруға деген сияқты. Сондықтан тіпті аз ғана нәрсені болсын үйренуге ниет қылған адамның мақсатының өзі не болу керек? Ол үлкен болу керек, айқын болу керек. Енді Хасан ибн Әли білім жайында мынандай бір өлең жолдарын арнаған екен. Надандар өлімнен бұрын да өліп өтеді өмірден. Ғалымдар шын биік тұғырда, тірі олар кейін де өлімнен дейді. Яғни надандар, білімсіз қараңғы адамдар, олар өлімнен бұрын да өліп көп бұл өмірден өтеді дейді. Енді өлік деген белгілі, ешқандай пайдасы жоқ. Құрсүлдер дейді ғой, тірі өлік деп айтады бізде қазақта. Ал енді ғалымдар шын биік тұғырда, тірі олар кейін де өлімнен дейді. Сондықтан біздің ақын ағаларымыз, жазушыларымыз, бабаларымыз айтқандай, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген сөз қалдырған болатын. Енді және айттық, білім үйрену үшін ақылды адамды өзіне тартатын және білімге үндейтін білім мен фихтің ләззаты керек. Яғни мынау ақылы бар адам, сана сезімі бар адам, бұл жалпы ілім жайында пікір қылатын адам, білім үйренгісі келетін болса, онда білімге шақыратын, ілімге тартатын жаңағы амалдың ләззаты және білімнің ләззаты деген нәрсені керек ету керек, талап ету керек. Амалдың ләззаты белгілі. Адам енді істеп жатқан кезде қандай да бір амалдарды егер шариғи тұрғыда оның үкімін білетін болса, жақсы деп бір рухы қуанып қалады да. Білген қандай жақсы. Осыны өзің біліп жүрсең де, өзің оқып алсаң да, білсең де болады ғой деген сияқты сондай бір көңіліне қуаныш келеді. Немесе мысалы кейбір адамдардың мысалы жаңағындай өте білімді адамдармен қарым-қатынас болатын болса, тікелей жаңағындай хат алмасу мүмкіншілігі болатын болса, осындай ғалымды білім білетін адамдармен жанында болған қандай жақсы деген сияқты сондай бір өзінің рухани жағынан дүниесі бір қуанатын жағдай болады да. Міне жалпы білім алғысы келген кезде адам осы нәрсенің қадір қасиетін түсінетіндей, пікір болатындай нелері болу керек, сондай мүмкіншіліктері болу керек. Енді жалпы адам баласы енді адам болғаннан кейін біздің жаратылысымыз әлсіз болады, бәріміз білеміз. Және де біздің ілім алушыға керек емес болған бойымыздағы бір қасиет, жалпы енді ешқай мұсылманға да қажет емес. Дегенмен мойдағы бір болатын қасиет, ол жалқаулық деген жаман нәрсе бар. Адам жалқаулық деген нәрсе адамды көп игіліктен, ізгіліктен, жақсылықтардан тыйып қояды. Енді бұл жалқаулық қайдан келеді деген сұрақты жалпы ғалымдар, осы шәкірт тәрбиелеген ғалымдар, ілім жолын зерттеген ғалымдар айтады. Енді бізді ұстазымыз да, шейхіміз да мына кітапта келтіреді, қалай келтіреді, мен сіздерге солай соны түсіндіріп айтып берейін. Мынау кісі бойындағы жалқаулық дейді, мынау түкірік пен ылғалдың көптігінен болады дейді. Былай қарасаңыздар, енді қызық естілуі мүмкін. Жалқаулық, адамның бойындағы жалқаулық, ол адам бойындағы не? Түкірік пен ылғалдылықтың көптігінен дейді. Оны кетірудің жолы ол тағамды азайту дейді. Ұмытшақтықтың ең көптігінің себебі жайында даналар, алдыңғы өткен ғалымдар, ұлы адамдар былай деп айтқан екен. Ұмытшақтықтың ең көп себебі ол түкіріктің көптігінен дейді. Ал түкіріктің көп болу себебі ол суды көп ішуден дейді. Ал көп су ішу, неге адам көп су іше береді дейтін болса, ол тамақты көп жеуден деп айтқан екен. Енді тамақ көп жеген адам шөлдейді. Шөлдеген адам енді су көп ішеді. Суды көп ішкен адамның түкірігі де көп болады. Яғни бойындағы ылғалдылығы көп болады. Міне, осының барлығы ол жалқаулықтың, ұмытшақтықтың не себебі болып келеді екен. Енді олай болатын болса, бұдан кеп шығатын дүние жалпы адам өзінің тамағын азайту керек деген сөз. Әсіресе білім алғысы келген білім жолындағы адамдар.
Мына бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисі келеді, сендердің асқазандарыңды үшке бөліңдер деген. Яғни оның бір бөлігі суға, бір бөлігі тамаққа және бір бөлігі ауаға бөлу керек. Яғни өстіп асқазанын үшке бөлу ол пайғамбарымыздың айтқан сүннеті. Яғни тамақты аз жеу деген нәрсе келіп шығады. Енді осының мынау жаңа адамның бойындағы түкірік деген нәрсені, яғни ылғалдылықты азайтатын себептерін де ғалымдар түсіндіреді. Мысалы дейді, кепкен нан адамның түкірігін азайтады дейді, жояды дейді тіпті. Кепкен нан бізде енді ол сухарики деп айтамыз. Жалпы білетін болсаңыздар, мынау осы асқазан жағын зерттейтін дәрігерлерде асқазанға сухарик деген нәрсенің жаңағы кепкен нанның пайдасының көп екендігін айтады. Яғни аш қарынға жеудің, жалпы сол нәрсені жақсы жеудің пайдасы көп екенін айтады. Сөйтсек, енді бұны қарасаңыз, бұны бәленбай ғасыр алдын жазып кеткен ғалымдарымыз айтады да, кепкен нан адамның түкірігін азайтады дейді. Және сол сияқты аш қарынға мейіз жеу, ол да түкірікті азайтады дейді. Аш қарынға мейіз жеу, ол да түкірікті азайтады. Мейізді бірақ та оның түкірікті азайтады екен деп, мейізді жағына көп жеуге болмайды. Яғни су ішуге мұқтаж ететіндей дәрежеде жеп керек емес. Яғни қажетті мөлшерде ғана аз ғана жеп қойса болды. Оны мейізді себебі көп жеп жіберу, ол адамның артынан тағы да бәрібір су ішуіне әкеледі. Яғни мейіз көп жегеннен кейін, шөлдегеннен кейін су ішу керек болады. Өйткені оны артық жеуде ол да не, жаңа түкіріктің, ылғалдылықтың көбеюіне апарады дейді. Және бір бұл адамның ылғалдылығын, яғни түкірігін азайтатын нәрсенің бірі мисуак деген дүние. Баршаңыз білетін боларсыздар. Мисуак дегеніміз пайғамбарымыз сүннеті, яғни тіс тазалайтын, ол енді араб түбегінде ғана өсетін ағаш. Яғни ағаш сынды келеді, оның басын реттеп, жөндеп, онымен тіс тазалайды. Оның пайдасын жайында енді медицина ғалымдары да оған көз жеткізген. Оның тұла бойы тұнған жаңа ағаштың пайдасы, оның қызыл етке пайдасы, тіске пайдасы, ауыз ұртына қаншалықты көп пайдасы екендігін, витамин барын айтып тастаған, оны өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Енді осы мисуак дейді адамның түкірігін азайтып, есте сақтау қабілеті мен шешендікті күшейтеді дейді. Өйткені мисуак қолдану сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті бір хадисінде айтты, егер мисуак қолдану қиыншылық тудырмағанда, онда мен әрбір намаздың алдында оны қолдану міндетті деп айтар едім деген болатын. Енді білесіздер, ол мисуак тек араб түбегінде ғана өсетін зат болып саналады. Енді ол мисуакты қолдану сүннет болған болса, ол намаз бен Құран телауатының және Құранды оқудың сауабын да арттырады. Енді бұның барлығын енді көз елестетін болсақ, мысалы бұл жерде неғып түкірікті айтып жатыр деген ой келуі мүмкін да. Білім алуға түкіріктің қандай қатысы бар деген сияқты. Өйткені біз айтты, ол түкіріктің көп болуы адамды жалқаулыққа және естен ұмытшақтық деген нәрсеге апарады. Жалпы енді білім алып немесе кітап оқуға отырған адамның қайта-қайта түкіре берген көз аласын елестетін болсақ та, ол енді бірін-бірімен сай келмейтін дүние. Қайта-қайта түкіріп, қайта-қайта қарап отырған адам, ол кітап оқып немесе бір нәрсеге зейінін қойып көңілді біле алмайды. Енді сонымен бірге тағам деген нәрсені айттық, және бұл түкіріктің көп болуы тағамды көп жеуден, өйткені тағамды көп жеген адам су көп ішеді, су көп болғаннан кейін жаңағындай не адам түкірігі де көп болады деп, сол үшін тағамды аз жеу керек деп. Енді тағам аз жеу керек деген кезде адам оның пайдалы жақтарында не істеу керек, ұмытпау керек. Міндетті түрде оны ойлау керек. Енді қандай дейтін болсақ, ол жаңағы мысалы тағамды аз жеу, ол деннің саулығы, тазалық деген нәрсе, өзгелерге жәрдем деген дүние. Мынау жалпы енді білеміз, тіпті біздің бабаларымыз да бұл жайында жақсы айтты. Не деді? Егер көзің ауыратын болса, қолыңды тый, ішің ауыратын болса, асыңды тый деген қазақтың сөзі бар. Яғни көзің ауыратын болса, қолың тый дегенде, көзің ауырса қолыңмен уқалай берме немесе ұстай берме деген сөз, ол оған зиян келтіретінін білдіреді. Ал енді ішің ауырса, асыңды тый дегенде, яғни жейтін тағамыңды азайт деген сөз, ол деннің саулығына да апарады. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бар. Ұят тірлік, ұят іс ұят болар, адамның тағам үшін күйінуі деген екен даналар. Яғни ұят тірлік, ұят іс ұят болар, адамдардың тағам үшін күйінуі, яғни ас үшін, тамақ үшін күйіну деген нәрсе ол ұят болады дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадис шәрif келеді екен. Үш түрлі адамға дейді, олар күнә жасамаса да Алланың азабы болады дейді. Ол көп жейтін адам, және шектен шығып көп жейтін адам, және сараң адам, және тәкаппар адам. Енді бұл жерде енді үш түрлі адам күнә жасамаса да Алланың азабы болады дегенде ойлап қалмау керек. Енді Құдай ол
ешқандай күнәсі жоқ, тек сол үш ғана нәрсемен ғана тамақ жеп қана күнә істеп қойды ма деп жоқ. Енді әрине баршамыз білеміз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан басқа ешқандай адам, ешқайсымызда күнәнің болмауы мүмкін емес. Күнә адамдарда жетіп артылады. Ол жайында хадистер де өте көп. Сондықтан бұл жерде пайғамбарымыз айтып өткен күбі жеу деген нәрсе. Күбі жеуші адам дейді. Сараң және тәкаппар. Осы үш түрлі адамға дейді, тіпті олар күнә жасамаса да Алланың азабы болады деді. Яғни ашуы болады деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жалпы бұл көп жеу деген нәрсе Алла тағаланың азабына душар қалатын дүние болса, пайғамбарымыз хадисінде келгендей, ал енді мынау білім алушыға бұл тамақ көп жеу деген нәрсе өте келмейтін дүние, өте зиян болатын дүние. Ал енді тамақты азайту деген кезде біз қандай пайдалар көреміз? Мынау көп жеген кезде адамның бойындағы, жаңа айтқанымыздай, мынау тамақ көп жегеннен кейін адамның бойында аурулар да көп болады. Және жалқаулық та көбейеді. Ауру деген кезде енді белгілі, жаңағындай былайша айтқан кезде осы тамақты енді қазіргі кезде бұған медицина жағын айтқан кезде көп дүниелер мысалдар келтіреді. Бұл тамақ көп жеудің қандай зиян екендігі, жалпы барлығы бірін-біріне ұштасып жатқан дүние екендігі баршамызға белгілі. Енді тоқ қарындық зеректілік пен сергектікті азайтады деген сөз бар. Енді жалпы өздеріңіз білесіздер, адам енді тамаққа тойып алған кезде көбінесе қалғиды, мүлгиді, немесе жаңағындай еріншектігі ұстайды, жатқысы келеді, жантайғысы келеді, қисайғысы келеді деген сияқты дүние. Жалпы сондықтан мынау көп тамақ жеу, ал енді білім алғысы келген адам бұндай дүниемен айналысатын болса, онда оның айтқан жеген жаңағы бөлген уақытының көбі осы тамаққа кетіп қалар еді. Жаңағы тамақ кеткен бір бөлек, тамақты мейлінше жеу арқылы ол тамақтан қалған уақытының өзін бекер пайдаланып қалады. Енді білетін болсаңыздар, жалпы мынау тіпті ораза кезінде де біздің жаңағы ғалымдарымыз көп не айтады, кеңес айтады. Мынау ауыз ашу уақыты келді екен деп, мен күні бойы аш жүрдім екен деп, ал міне осы аузым ашылды ғой деп отырып алып, жаңағындай тамаққа мейлінше тойып алмаңыздар, рет-ретімен ақырындап алыңыздар, жаймен келіңіздер деген нәрсені де көп айтады. Бұның жалпы денсаулыққа зиян екені де белгілі. Және сол сияқты және данышпандарымыз айтқан екен, анар жемісі түгел пайдалы, ал балық толығымен зиянды дейді. Бірақ балықтың азы анардың көбінен пайдалы деген. Жалпы анар деген жемісті білесіздер, бұл адамның денсаулығына өте пайдалы дүние, ал балық деген нәрсе ол зиянды дейді. Енді бұл жерде жалпы бұл балықтың зияны деген кезде жаңағы адамның есте сақтау қабілетіне қатысты айтқан дүние. Оның денсаулыққа басқаға емес, бұл жерде біз әлемге қатысты дүниесін айтып отырмыз. Ал енді балықтың азы анардың көбінен де пайдалы деген, яғни анал пайдалы екен деп, мысалы бұл жерде шектен тыс көп жеудің зияны аз жегеннен де жаман болатындығын ескертеді. Енді көп тамақтану ысырапшылдық болып келеді. Ал енді тойып тұрып тамақтану ол нағыз зиянның өзі екені белгілі. Мұндай әрекет ақыретте жазаға лайық болады. Енді көп тамақтану ысырапшыл деген нәрсеге тоқтай кеткіміз келеді. Ысырап деген кезде, мысалы енді қазір біз қоғамда осыған қатысты көп нәрселер айтамыз. Ысырап деген нәрсені тоқтату, мынау садақа сияқты жерлерде, және той енді өз алдына қанша ысырап, бірақ садақаның өзінде көп ысырап кетіп жатады. Айналайын адамдар, бұны қойсаңыздар, бұның ешқандай пайдасы жоқ, зияннан басқа, артында қалған адамдар қиыншылықтардан басқа деген сияқты дүниені айтқан кезде, бұл жерде көп адам ойлайды. Мысалы айтады, мен оны өзім тауып жатырмын. Өзімнің адал еңбегімен тапқан ақша. Оны мен қайда жұмсап, қанша тамақ жеймін, мен өзім білмеймін бе? Немесе оны қалай жұмсарымды өзім білмеймін бе? Онда сенің қандай шаруаң бар деген сияқты. Енді бұл жерде біз білуіміз керек. Мысалы біз тамақтың ысырабын айтқан кезде, мысалы әлем бойынша статистикалар келтіріледі. Жылына мысалы қаншама мыңдаған, миллиондаған тонна тамақтардың жаңағындай желінбей жартылай далаға тасталаты жөнінде басқадай толып жатқан мәліметтер бар. Енді осыны жалпы алатын болсақ, бұл жерде мынандай дүние бар. Ысырапты айтқан кезде, ысырап етпеңіздер деген кезде, бұл жердің бір нығметі бітіп қалады-ау, немесе жер бетіне тамақ бітіп қала ма, болмаса басқа бірдеңе бітіп қала ма деген дүние жоқ. Біз бұл жерде басқа нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Бәлки не дүние, ол Алланың әміріне бойысыну деген. Өйткені Алла Тағала Құранда бұйырды, ысырап қылмауды, ысырапшылардың шайтанның досы екендігін айтты. Ысырап деген нәрсеге Алла Тағала Құранда тыйым салды, жаман екендігін ескертті. Пайғамбарымыздың хадистері де көп. Яғни бұл жердегі ең бірінші дүние ысырап болмасын деген кезде адам, бұл Алланың әмірі ғой деп қабылдау керек. Ең маңызды дүние Алланың әміріне, бұйрығына бойысыну. Өйткені жалпы адамзаттың бұл өмірге келген жаратылғандағы мақсаты, ең бірінші мақсаты ол Аллаға бойысыну.
Алла Тағала Құранда айтқандай: мен жындар мен адам тек қана маған құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Яғни бойсыну үшін, құлшылық ету үшін Аллаға бойсынуымыз керек. Сонда ол жердегі ысырап қылмаңдар, ысырапшылдыққа жол беруге болмайды деген кезде ол ең бірінші Алла Тағаланың айтып жатқан әмірі. Аллаға бойсыну керек екен ғой деген дүние. Әйтпесе бұл жерде сіздің тапқан ақшаңыз немесе келіп жатқан продукт, болмаса жер бетіндегі азық бітіп қалады екен деген дүние емес. Алла Тағаланың рыздығы барлығына жетеді. Жоқтан бар етіп жаратқан Алла Тағала ол барлық жаратылысты қамтамасыз етуге, жеткізіп беруге Алланың құдіреті, күші жетеді. Бірақ бәлки демек бұл жердегі мәселе ода емес. Мен өзім білем ғой, қалай істесем де, қайда жұмсасам да деген емес. Бәлки бұл жердегі ең маңызды дүние ол Алланың әміріне бойсыну деген нәрсе. Сондықтан тамақты көп жеу ол ысырапшылдық. Ал ысырапшылдықтан Алла Тағала Құран Кәрімде тыйды. Демек, ысырапқа жол бермеу ол ең бірінші Аллаға бойсыну, Алланың әміріне бойсыну. Міне осы жағынан біз қарауымыз керек екенде. Мынау пайғамбарымыз тіпті біздің садақадағы, адам қайтқандағы ысыраптарды айтқан кезде де әрдайым айтып жүреміз, ескертеміз адамдарға. Тіпті пайғамбарымыздың өзіне бір сахаба келіп: "Я Расулалла, осындай бір өткен досым дүниеден өткен. Сол менде бір үйде жаңағы бір бояйтын зат бар, соның барып қабірін бояп қойсам бола ма?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Тіріге пайдалы дүниені өліге жұмсап қайтейін деген едің" деп оған тыйым салған да. Сондықтан бұл ақиқатында мәселе дүниеде емес, мәселе басқада емес, бір затта емес, мәселе ол Алланың әміріне бойсыну деген дүниеде. Сондықтан Алла Тағаланың бұйрығы ысырапшылдық деген нәрсені тыйды ма, адам одан тыйылу керек. Ал енді мынау білім алып жатқан, білім жолындағы адамдарға артық тамақтану ол барып тұрған ысырапшылдық. Яғни ысырапшылдық болатын болса, демек ол қияметте де жазаға лайықты болады. Енді өйткені баршамыз білеміз, әр нәрсенің өзінің ақысы деген бар. Бәріміз білеміз, көрші ақысы, анау ақысы, мынау ақысы, адамның ақысы, Алланың ақысы деген сияқты дүниелер бар. Әдетте ілім алушы адам, егер қандай да, мысалы, егер ол білім алуға шыққан болса, тіпті қарапайым медресеге барған болатын болса деп айтайық, ол жерде енді көбінесе ілім алу, білім алу тегін болғандықтан, немесе басқа шетелге оқуға баратын болса, көбінесе ол адам енді уже білім жолындағы адам жұмыс істей алмайды. Тек қана уақытқа, білімге уақытын арнаған адам болған болса, онда демек ол адамның күнкөрісі көп жағдайда, басым көпшілік жағдайда басқа біреулердің көмек арқылы болады. Яғни осы бір сауап алғысы келген адам, немесе осы бір Алла жолында ілім алып жатыр ғой, осыған бір сауап болсын деп жаңағыны зекетімді берейін, немесе бір садақамды берейін, ештеңені уайымдамасын, киімсіз қалмасын, тамақсыз қалмасын деп айтыр, маған бір дұға етіп қояр деген сияқты Алладан бір сауап үміттенген адамның жәрдемдерімен болады көбінесе. Ал енді ондай жерде ысырап қылып, ол екі бастан саралатын дүние. Өз дүниесінен сарап қылу бір сәрі, ал басқа адамның берген дүниесінен мына нәрсеге жұмса деп берген ақысына кіріп оны сарап қылу, ол екі бастан сұралатын дүние. Сондықтан тіпті мынау мысалы шариғатымызда бар, жалпы мынау дәреті бар адам, дәреті бұзылмастан, дәреті бола тұра, дәреттің үстіне тағы да дәрет жаңартып, дәрет алу, ол нұрун аля нұр дейді. Яғни сауап дүние. Нұрдың үстіне нұр деген сөз. Дәреттің үстіне дәрет алу, яғни дәреті бола тұра. Ол жақсы дүние, сауапты дүние. Ал енді осы мәселеде ғалымдар айтады, бір тоқтала кететін дүние бар дейді. Бұл жерде егер сен адам өзінің үйінен алатын болса, ол суға дәретті, онда ол болады дейді. Нұрдың үстіне нұр болады дейді. Ал мысалы медреседе үйтіп істеген керісінше жақсы болмайды дейді. Неге дейді? Себебі әдетте жаңа айтқанымыздай медресе ол ешқандай, мысалы енді көп медреселер елімізді алатын болсақ, басқа жақтарда да солай. Ол ешқандай медресе мемлекеттің қарауымен тұрмайды. Мемлекеттің ақшасына ұсталмайды. Ол тек қана сол Алла деген адамдардың қаржысымен ғана тұратын жер негізі медресе деген. Ақиқатта медресе дейді, ол жаңағындай қайырымдылықтың арқасында тұрған дүние болғандықтан, ол сол медреседе тәлім алып жатқан шәкірт ол жерде тегін жатып, тегін тұрғандықтан, сол жерге келіп жатқан дүниенің барлығы басқа адамдардың ақысымен келіп жатқандықтан, ол адам жаңағы білім алушы шәкірт медреседе үйтіп дәреттің үстіне дәрет алғаны ол ысырапшылдыққа жатады дейді. Үйтіп істегені бәлки дұрыс емес дейді. Үйінде істесе, дәреттің үстіне дәрет алатын болса, ол сауап алады. Ал егер оны басқа жерде істейтін болса, медреседе істейтін болса, немесе тәлім алып жатқан жерінде болатын болса, бәлки ол нәрсе жақсы көрілмейді. Ол жерде сауап болмауы мүмкін. Неге? Өйткені бұл да жаңа осы жерде айтып жатқанымыздай ол ысырапшылдыққа болған дүние болады. Себебі ол өзінің хақысын, әр нәрсенің өзінің хақысы, әр нәрсенің өзінің орны болғандықтан. Енді тамақ көп жейтінді адамдар да жек көреді дейді.
Тамақты енді дұрыс тамақ жейтінді, енді көп жейтін, тамақ көп жейтін адамдар жеп көреді, осы бір жаңағындай бір қомағай отырыс тамақтың бәрін жеп қоя береді деген сияқты. Енді ол жарайды, түсінікті дүние. Енді бұны азайтудың жолы қандай? Тамақ жеуді қалай азайтуға болады дейтін болса, оның жолы дейді майлы тағамды пайдалану. Өйткені майлы тағамды адам көп жей алмайды, кішкене жейді, болып қайтып қалады. Және әрі тәтті тамақты алдымен жеу дейді. Мысалы, мынандай ғой, әдетте енді адамдар, мысалы, мынау десерт деген нәрсе бар, десерт деген көбінесе ол жеміс жидек, тәттілер тамақтан кейін жейтін. Оны тамақтың соңынан қою негізінде бұл шариғатқа сай емес жалпы. Бұны соңынан сөйтіп қойып, оны ережені шығарғандар ол кезіндегі исламның жауларының түзген бір сондай ережелері. Ал енді мына жерде дейді, бірінші тәтті тамақты, өзің жақсы көретін тамақты бірінші дейді. Мысалы, дастарханда тұрған тағам, алманы жақсы көреді, біреу немесе торт жақсы көретін болса, бірінші соны жейтін болса, ұнаған, ол кейін қалған тамақты жегенше ғана жейді, жемесе жемей қоя салады. Міне, нағыз дұрыс тамақ. Ал енді ол, мысалы, онша ұнамайтын тамақты жеп тойып алғаннан кейін, өзі жақсы көріп тұрған тамағын қаласа да, қаламаса да мейлінше тойып жейді, одан кейін қарны тырсылдап, қарны қампиып, мен тойдым деп, деген нәрсе содан болады. Сондықтан тіпті Алла Тағала Құранның өзінде де сипаттаған кезде ең бірінші нені айтты? Ең бірінші жемісті айтты. Одан кейін барып лахмут тайр, одан кейін етті айтты, тағамды айтты. Сондықтан жалпы негізі мұсылман адамның әдебі ол әсіресе тәлімгерге, ілім алушыларға лайықты болатын дүние. Ол не деді? Тамақты азайтудың жолы жақсы көрген тамағыңды бірінші же, және майлы нәрсе, тағам жеу. Майлы тағам жеу не? Адамның көп тағам жеу деген нәрседен, тамақты көп жеу дегеннен тосатын болады. Міне осы дүниелер екен. Сондай-ақ дастархан басында аш адамдармен отырып тамақ жемеу дейді. Енді бұл жерде енді аш адамдардың тамақты көп жейтіні белгілі. Енді оған қарап жәндағы адамда тамақ көп жеу мүмкін. Мысалы, бір адамдар бар, жаңа тамақ жеген кезде өте сондай бір талғаммен жейді, аппетитно жейді дейді ғой, анаған қарап отырып адам жәнда тамақ жегісі кетеді. Міне сол сияқылды адамдармен мейлінше тамақ жемеу. Немесе жалпы ондай жерде тамаққа не болу, ішкен асқа адам мұқият болу. Сондықтан енді бір ғана жалпы, бірақ енді тамақ жеуге көбірек болады деген тұсқа келетін болса, қай кезде дейтін болса, ол оразаға, мысалы намазға, және сондай бір ауыр жұмысқа ниет еткен кезде, енді жұмыс ауыр болады дейтін кезде тамақты жақсылап жеп алу деген нәрсеге рұқсат етіледі. Мысалы, жаңағындай тамақты жақсы әлденіп алып, мысалы, мен қазір кешкі тамағым жақсы жеп алайын, түнде отырып мен мысалы 1-2 сағат Құран жаттаймын, одан кейін жаттаған Құрандарымды намазда тұрып тахажжудте тағы да бір жарты сағаттай қайталаймын деген ниеті болатын болса, мысалы, болады. Дәл сол сияқты енді оразаға ниеті болған болса, ол болады жеп қалуға. Өйткені аш қарынмен оразаға ауыз бекітіп, ол ораза біткенше шыдамай, адам тіпті қиналып, кейін тіпті ораза деген нәрсеге жүрегі қайтып қалуы мүмкін. Сондықтан осындай жағдайларда рұқсат етіледі. Міне, сондықтан да осы дүниелер, яғни жалпы жаңа айтқанымыздай, адамның бойындағы жалқаулық деген нәрсені келтіретін, ол және ұмытшақтық деген нәрсені келтіретін, ол адамның түкірігінің көп болуы, түкіріктің көп болуы ол тамақты көп жеуден, суды көп ішу дегеніміздің себебі ол тамақты көп жеуден. Бұның бәрі бір-бірімен байланған дүние. Сондықтан жалпы ілім алғысы келген ілім жолындағы шәкірттерге лайықты болатын дүние ол тамақ деген нәрсені азайту, жалқаулық деген нәрсемен күресу. Иншалла, енді бүгінше иншалла осы жермен тамамдаймыз.